Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз экология және адам іс-әрекетінің қоршаған ортаға әсері деп аталады. Әрине, адамның іс-әрекетінің қоршаған ортаға әсерін зерттейтін ғылым қандай ғылым? Экология ғылымы. Енді осы экологияда үлкен проблема туғызып отырған ол жылыжай газдары, немесе осының әсерінен туындайтын жылыжай эффектісі, немесе жылыжай әрекеті. Жылыжай эффектісі деген терминді осыны анықтаған, жылыжай эффектісін анықтаған ол Жозеф Фури деген кісі 1824 жылы анықтаған болатын. Ал осыған сандық зерттеу жүргізген ол 1896 жылы Сванте Аррениус деген ғалым болатын. Сванте Аррениус балар Нобель иегері, сыйлығының лауреаты. Ол кісі шведтің физика-химик ғалымы. Осы кісі ең бірінші сандық зерттеулер жүргізген. Енді біз жылыжай газдары деп өткен сабақта айтқан болатынбыз, естеріңде бар ма? Ал жылыжай газдарына не жататын еді? Көміртек диоксиді, көмірқышқыл газы, метан, судың буы, озон, бұлар жылыжай газдары деп аталатын. Енді тақтаға қарайықшы, осы жылыжай эффектісіне қайсысы көп әсер етеді екен? Бірінші, су буы 36-дан 70%-ға шейін жылыжай эффектісін туғызады. Көмірқышқыл газы 9%-дан 26%-ға дейін жылыжай эффектісін туғызады. Метан 4%-дан 9%-ға дейін, озон 3%-дан 7%-ға дейін осы жылыжай эффектісінің туындауына алып келетін газдар болып табылады. Енді неге су буы ерекше бұнда? Су буы 36-дан 70%-ға шейін. Су буының олай болу себебі балар, оның ерекшелігі конденсациялау қабілетінің болуына байланысты. Оның атмосферадағы концентрациясының ауа температурасына тәуелділігіне байланысты. Сондықтан ол су буының осындай үлкен пайыз көрсетіп тұрғаны осыдан болу керек. Енді 18 ғасырда өнеркәсіптік революция басталды, балар. Осы басталғанмен салыстырғанда атмосферадағы көмірқышқыл газы мен метанның мөлшері көмірқышқыл газы 31%-ға, а метан 149%-ға дейін оның концентрациясы өскен, артқан былайша айтқанда. Енді адамзаттың осы шаруашылық қызметі барысында шығарылатын газдар жылыжай газдарының жартысына жуығы осы атмосферада шоғырланып қалып қалады. Қазір кезде осы 20 жылда, соңғы 20 жылда көмірқышқыл газының барлық антропогендік шығарылуының 4-тен 3 бөлігі мұнай, газ, көмір өндірісіне және олардың жағуына байланысты, соның нәтижесі болып табылып отыр. Ал көмірқышқыл газының антропогендік шығарылуының шамамен жартысы жер үсті өсімдіктермен және мұхиттар арқылы байланысқа түсуіне болып тұр. Енді бізде атмосферада балар, қар мен мұз бетіндегі аэрозолды бөлшектер болады. Осы аэрозолды бөлшектердің радиациялық әсері болады. Осының өзі өзгеріп отырады. Олардың тәуелсіз компоненттер ретінде күйенің, қар бетіндегі күйенің, органикалық көміртектің, екінші реттік органикалық аэрозолдардың, нитраттар мен сульфаттардың әсері осы радиациялық әсерді өзгертіп отырады. Енді балар, экологияда тағы бір термин бар. Ғаламдық жылыну сияқты термин. Ол ғаламдық қараңғылану деген термин экологияда қолданылады. Сонда ол не ғаламдық қараңғылану дегеніміз? Ол дегеніміз ғалымдардың айтуынша 60-шы жылдардан басынан бастап 90-шы жылдарға дейін жер бетіне жететін күн сәулесінің біртіндеп азайғаны байқалған. Оны біз ғаламдық қараңғылану деп атаймыз. Сонда ғаламдық қараңғылану деген күн сәулесінің несі балар? Азаюы, біртіндеп азаю. Осы қараңғылану проблемасын туғызып отыр. Ғаламдық қараңғыланудың басты себебі не? Ол жанартаулардың атқылауы.
және өндіріс нәтижесінде шығарылатын, атмосфераға шығарылатын шаңдардың бөлшектерінің түсуі, атмосфераға түсуі. Міне, қараңғыланудың басты себептері осы. Бағанағы шаң бөлшектерінің атмосферада болуы балар, ол күн сәулесін шағыстыратын қабілетіне байланысты салқындатқыш әсер тудырады. Салқындатқыш қандай тудырады екен? Әсерін туғызады. Енді қазба отындарын, бағанағы көмірді, газды, мұнайды жағудың нәтижесінде екі қосалқы өнім шығарылады. Ол көмір қышқыл газы және аэрозолдар. Осылар табиғатқа, атмосфераға шыққанда, олар біздің жылыжай эффектісін, қараңғылануды туғызып отыр. Енді күн жарығының, күннің белсенділігінің өзгеруі, бізде күннен келетін қандай спектрлар бар, ол инфрақызыл сәулесі бар, ультракүлгін сәулесі бар, көзге көрінетін сәуле бар, олар бізге күннен үнемі түсіп отырады. Биологтар үшін күн өте қажетті жарық, энергия көзі. Себебі фотосинтез кезінде ол табиғи жарық, ол күн көзі болып табылады. Осы күн белсенділігі балалар өзгеріп отырады. Олар периодты және периодты емес өзгерістер болады оларда. Күн белсенділігінің 11 жылдық цикліні Швабе циклі дейді. Олар үнемі циклмен айналып отырады. Және периодты емес тербелістері болады осы күндерде. Соңғы 10 жылдықтарда 1978 жылдан бастап күн белсенділігі спутниктермен бағыланып отырады, яғни бағыланып нәтижесін шығарып отырады. Ал оған ерте кезде спутниктер болмай тұрған кезде индикатор, қосымша индикаторларды қолдану арқылы күннің белсенділігін бақылап отырған. Енді қазір осы күн белсенділігінің соңғы 11 жылдық 3 циклін есептеген кезде, бақылаған кезде, оның жарықтығы 0,1%-ға осы өзгерген. Олардың амплитудасы өзгерген. Ол не істеді? Ол тағы да біздің экологияға әсерін тигізеді. Сонымен бұл осы күн циклінің өзгеруі, оның әсері, одан кейін жылыжай эффектісі, ғаламдық қараңғылану барлығы да экологиямызды нашарлатады. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен бітті. Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.